Саламатсыздар ма? Бұл бізде екінші БТС-ің талдауы. Бізде бірінші есепте осындай модуль түбір теңдеу берілген, олардың түбірлерін көбейтіндісін тап дейді. Яғни біз модуль теңдеу келсе қалай істейтін едік? Естерінде болатын болса, модуль деген ол оң санды да оң сан қылып шығарады, теріс санды да оң сан қылып шығарады. Яғни ол не деген сөз? Ол бізде модуль деген ара қашықтықты бергендіктен ол әрқашанда оң сан болады. Енді қараңыз, бізде модуль 5-ке тең болып тұр. Ол не деген сөз? Демек, мына сан ол 5-ке тең болуы да мүмкін. Немесе минус 5-ке тең болуы мүмкін. Себебі мынаның орнында 5 болса, ол 5-ке тең болады еді, ал минус 5 болса, ол бәрібір 5-ке тең болады. Сондықтан біз x минус 4x плюс 3 дегенді 5-ке тең деп аламыз. И екінші жағдай x квадрат минус 4x плюс 3 дегенді минус 5 деп алып, осы екі есепті шығарып көруіміз керек. Бірінші есепті шығаратын болсақ, x квадрат минус 4x минус 2 болады, тең болады 0-ге. Сол кезде дискриминант 16 плюс 8 тең болады 24. Сол кезде бізде x бірінші мен екінші тең болады 4 плюс минус түбір асты 24 бөлінген 2. Енді 4-ті көретін болсақ, 4 плюс минус 24 дегеніміз ол бізде 4 көбейтілген 6, яғни 4 түбірден шығып кетсе ол 2, и түбір асты 6 қалып қояды. Бөлінген 2. Мен не істеуім керек? Мына 2-ні бөлек бөліп көрсем. Бөлек 4-ті 2-ге бөлетін болсам, менде 2 шығады, и плюс минус 2 түбір асты 6-ны 2-ге бөлетін болсам, түбір асты 6 шығады. Сонда менде 2 жауап бар екен. Бірінші жауап 2 плюс бірінші жауап 2 түбір асты 6, ал екінші жауап 2 минус түбір асты 6 деген. Осында 2 жауап шықты. Енді мына екіншісін шығарып көретін болсам, менде есеп x квадрат минус 4x плюс 3 минус 5-ті теңдіктің ар жағына өткізсем, ол плюс 5 өтеді, яғни 3 емес 8 деп жаза берсек, тең болады 0. Осы есепті шығаруымыз керек. Ол дискриминант 16 минус 4 көбейтілген 8, ол минус сан болып кетеді да. Минус сан болып кетеді, демек бізде нақты түбірлері жоқ. Енді біз осы екі түбірдің көбейтіндісін таптық. Яғни көбейтіндісі біз 2 плюс түбір асты 6-ны 2 түбір асты 6-ны 2 минус түбір асты 6-ға көбейтуім керек. Сол кезде 2 түбір асты 6 мен минус түбір асты 6-ға көбейтсем, көріп тұрғандай бұл a плюс v, a минус v деген сөз. Ал бізде олардың көбейтіндісі бізге нені беретін еді? Қысқаша көбейту формуласы бойынша a квадрат минус b квадрат деп беретін еді. Яғни 4 минус түбір асты 6-ның квадраты ол 6. Демек, минус 2 деген жауап шығу керек. Келесі. Екінші есепте бізде осындай иррационалдық теңдеулер жүйесі берілген. Осының шешімі x пен y болатын болса, 3x азайтылған 2y-ті тап дейді. Яғни, біз не істейміз керек? Енді біз білуіміз керек нәрсе. 4 дәрежелі түбір мен 2 дәрежелі түбірдің екеуіне бір-біріне ұқсастығын білуіміз керек. Егер 4 дәрежелі түбірді мен квадраттайтын болсам, ол 2 дәрежелі түбірге тең болады. Яғни бізде 4 дәрежелі түбір x плюс y қандай да бір a-ға тең болатын болса, бұны квадраттап жүретін болсам, яғни 2 дәрежелі түбірдегі x плюс y ол a квадратқа тең болады. Дәл сол секілді x минус y де дәл солай, яғни x минус y 4 дәрежелі түбірде қандай да бір b-ға тең болатын болса, ал обычный түбірдегі 2 дәрежелі түбірдегі ол b квадратқа тең болады. Сонда бізде есептің түрі мынандай түрге өзгереді. a плюс b ол 2-ге тең, ал a квадрат минус b квадрат ол 4-ге тең. Енді бұл жерден біз теңдеу шешетін болсақ, біз мына жерде дәл жаңа бірінші есептегідей қысқаша көбейту формуласы. Бұл a плюс b мен a минус b-ның көбейтіндісі еді. Ол бізде 4-ке тең болып тұр. Енді қарасақ, бізде a плюс b деген 2-ке тең. Демек, мен мынаның орнына 2 дейтін санды әкеліп қоя аламын. Демек, менде есептің түрі былай болып тұр. 2 көбейтілген a минус b тең болады 4 деп. Сонда бізде a минус b ол 2 мында көбейту бөлу болып өтетін болса, 4-ті 2-ге бөлсек, бізде 2 деген жоқ. Сонда есептің түрі былай. a плюс b 2-ке тең, a минус b тоже 2-ке тең деп осындай қарапайым есеп болып қалды. Енді мен осыны қосатын болсам, a-ға аны қоссам 2a болады, плюс b-ға минус b-ны қосатын болсам, ол 0 болады, ал 2-ге 2-ні қоссам 4 болады. Ал бұдан шығатыны a-мыз бізде 2-ге тең екен. Енді осы 2 дейтін мәнді мына a-ның орнына әкеліп қойсам. Сонда менде 2 қосылған b 2-ге тең. Демек, b бізде 0-ге тең болады. Ал бұл a мен b, бірақ біздің есепте ол бізде x пен y еді. A дейтін кім еді бізде?
4 дәрежелі түбірдегі x плюс y еді. Демек 4 дәрежеде x плюс y бізде ол 2-ке тең екен, аның орнына. Ал 4 дәрежелі түбірдегі x минус y ол 0-ге тең екен. Енді мен 4 дәрежеден құтылу үшін екі жағында, теңдіктің екі жағында 4 дәрежеге келтірем. Дәл сол секілді 4 дәрежеден құтылу үшін екі жақта да 4 дәрежеге келтірем. Сонда менде бұдан шығатын нәрсе x плюс y 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең, ал x минус y 0-дің 4 дәрежесі ол 0-ге тең. Мынадан шығатын нәрсе ол x y-ге тең деген нәрсе шығады. Себебі y-ті мен мұнда өткізе салсам. x y-ге тең болатын болса, демек екі бірдей санды қосқан кезде 16 шығу үшін x те 8-ге тең болу керек, y те 8-ге тең болу керек. Енді бізде x пен y таптық. Енді бізде 3x минус 2y тап дейді. Яғни 3 көбейтілген 8 азайтылған 2 көбейтілген 8 тап дейді. Ол бізде 24 азайтылған 16, яғни 8-ге тең болады екен. Келесі. Үшінші себебімізде бізде осындай бүтін шешімдердің саны, яғни мына теңсіздікте неше бүтін шешім бар дейді. Енді модуль теңсіздік естеріңде болатын болса, егер модуль теңсіздік кіші болып тұрса, қандай да бір біз не істейтін едік? Біз былай алатын едік та. f от x кіші жат x-тен, f от x үлкен минус жат x-тен, және оны біз жүйеге аламыз. Егер кіші болатын болса жүйеге аламыз, ал үлкен болатын болса жиынға аламыз. Енді осылай шығарып көрсек, x квадрат плюс x минус 2 минус 12 кіші немесе тең 4 минус x-тен, және x квадрат плюс x минус 12 үлкен немесе тең мына санның минусы, яғни минус 4 плюс x-тен. Осыны біз жүйеге алатын болсақ. Енді біріншісін шешетін болсақ, біз x-тер мен санды бәрін бір жаққа жинайтын болсақ, бізден мынандай нәрсе пайда болады. x квадрат плюс 2x, себебі мына минус x мұнда өткен кезде плюс x болып, x пен x қосылып 2x береді. Ал 4 минус болып өтеді да, минус 12 минус 4 ол минус 16 береді. Кіші немесе теңде 0 деген болады. Ал екіншісі x квадрат, x пен x бір-бірін жояды, ал мынау минус 8 болады. Үлкен немесе тең 0 деген осындай екі есеп шығады. Егер жүйені естерінде болатын болса, жүйені шешу үшін, мұнда жүйені шешу үшін әрқайсысын бөлек-бөлек шешуім керек. Яғни біріншісін шешетін болсам, x квадрат плюс 2x минус 16 кіші немесе тең 0 шешетін болсам, мен оны бірінші теңестіріп аламын, минус 16 тең болады 0 деп аламын. Одан кейін, яғни өзіміздің дискриминантқа шешетін болсақ, 4 қосылған 4 көбейтілген 16, яғни 64. Сонда бізде не болады? 4 қосылған 64, ол бізде 68 береді. 68 беретін болса, значит x-іміз бізде минус 2 плюс минус түбірасты 68 бөлінген 2 деген нәрсе болады. Болмаса минус 2, 68 деген ол 4 пен 17-нің көбейтіндісі, яғни 4-тен түбірден шығатын болса, ол плюс минус 2 түбірасты 17 болады, и бөлінген 2. Енді мына 2-ні бөлек-бөлек бөлетін болса, минус 1 плюс минус түбірасты 17 деген жауап шығады. Ал енді оны біз мынандай бір жауапқа, интервалға сызуымыз керек болады. Енді бізде теңдік белгі бар, теңдік белгі бар. Минус 1 плюс түбірасты 17 деген бірінші жауап, екінші жауап минус 1 минус түбірасты 17 деген екінші жауап. Енді таңбасын қарайтын болсақ, есепте мына таңба бізде x квадрат таңбасы плюс, ал бізден сұрап тұрған жер минус. Яғни плюс болатын болса, мен мына жерде плюстен бастаймын да плюс минус плюс деп жазамын, ал бізге керек жері минус жерлер керек. Яғни мына жерлер керек екен. Енді екінші есепті қарайтын болсам, x квадрат минус 8 үлкен немесе тең 0 дегенді, x квадрат демек минус 8 тең 0 деп аламын. Демек x квадрат менде 8-ге тең, ал бұдан шығатын нәрсе менде x деген плюс минус түбірасты 8-ге тең. Немесе оны плюс минус 2 түбірасты 2 деп жазамын. Себебі 8 деген ол 4 пен 2-нің көбейтіндісі. 4 түбірден шыққан кезде 2 болып шығады да, ал ана 2 деген просто өзі қалып қалады. Сонда оны мен мына жаққа жазатын болсам, енді мен түбірасты 8 примерно қай жерде екен білуім керек. Примерно қай жерде екен білу үшін оны қалай білем? Оны былай істесек, минус 1 плюс түбірасты 17. Енді естерінде болатын болса, түбірасты 16 ол 4-ке тең. Ал мұна сонда минус 1 қосылған 4-тен сәл үлкен сан. Яғни ол не болады? Примерно 3,1 десек те болады. Мына 3,1 болса, а мына 3-ке жетпейтін сан, түбірасты 8 деген. Демек бізде себебі түбірасты 9 ол 3-ке тең болғандықтан 3-ке жетпейтін сан, демек түбірасты 8 деген ол примерно мына жерде жатыр. Яғни біздің мына саннан кішірек.
Ал минус санда ол наоборот жүретін болғандықтан, демек түбірасты 8 ол мына жерде жатқан болады да, минус түбірасты 8 болады. Енді таңбасын қарайтын болсақ, бізде плюс, демек мына жақ плюстен басталады, плюс минус плюс, ал бізге керек плюс жерлері, яғни мына аралық керек. Мына аралық керек. Сонда бізде енді осы аралықта жататын дейді. Осы аралықта жататын. Яғни мына аралықта және мына аралықта жататын екеуінде де боялып тұрған жер. Бүтін сан неше штук дейді, яғни санын сұрап тұр бізде бүтін сан. Енді қарасаңдар, бізде мынау 3-тен үлкен сан, мынау 3-тен кіші сан. Демек мына аралықта бізде 3 деген сан бар. Мына жерде 3 деген сан бар. Ал мына жерде ол мынау минуста қараңыздар. Минус 1, минус 4,1 десек, ол минус 5,1 примерно. Ал мынау минус 3-ке жетпейді, яғни 2,9 десек. Мына жерде демек мына аралықта бізде минус 3 бар және минус 4 бар. Олар да бүтін сан. Сонда бізде неше штук бүтін сан бар екен? Минус 3 бар, минус 4 бар және 3 бар. Яғни біздің есептің жауабы 3. 3 штук бүтін сан бар екен. Енді келесі есепке кіріссек. Бізде келесі есепте не дейді? Осы қанағаттандыратын ең үлкен бүтін санды тап дейді. Енді бірден байқау керек нәрсе, мына 3 пен 9-дың ұқсастығы. 9 деген 3-тің квадраты. Демек 3-тің квадратын біз былай жаза салсақ, мына ал естерінде болатын болса, а көбейтілген б көбейтілген а-ның с дәрежесі. Осы бірдей негіздегі сандар көбейтілетін болса, олардың дәрежелері қосылады. Енді бізде дәреже уже қосылып тұр. Қосылып тұрса, демек оны мен обратно қайттан көбейту ретінде жаза аламын. Яғни 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі ретінде жаза аламын. Мен 54-ті былай өткізіп тастаймын, минус 54 десем, есептің түрі мынандай түрге айналады. Енді біз не істей аламыз? Біз мына 3x-ті қандай да бір а санына тең деп алайық. Қандай да бір а санына тең деп алсақ, сонда 3-тің 2x дәрежесі ол а квадрат болады. Сонда а квадрат минус, мынау а болса, мынау 3. Сонда 3а көбейтінің орналасқанын ештеңе өзгермейді. Минус 54 кіші немесе тең 0 дейтін, яғни қарапайым дискриминантқа келетін есеп болады. Бірінші не істей аламыз? Бірінші теңестіріп аламыз. Тең болады 0-ге дейміз. Бұдан шығатын нәрсеміз енді бізде дискриминант дей салсақ жақсы. 9 қосылған 4 көбейтілген 54. Неге қосылған болып тұр? Себебі мына минуспен біздің формуладағы минус көбейтіліп қосылған болып тұр. Бұл жерде 216 9-ды қоссақ, бізде 225. Яғни бізде 15-тің квадраты шығып тұр екен. Сонда а тең болады. Мынау минус 3 болатын болса, плюс 3 деп жазамыз. Естеріңде болсын, плюс 3 плюс минус 15, себебі 15-тің квадраты шықты, ал бөлінген 2. Сонда 3-ке 15-ті қоссам, менде 18, 18 2 бөлсем 9 деген сан шығады. 3-тен 15-ті азайтсам минус 12, минус 12-ні 2-ге бөлетін болсам минус 6 деген жауап шығады. Яғни менде осындай 2 жауап шықты. Бірақ бұл а. Мен 3x-ті кімге теңестіруім керек? 3x-ті мен бірінші 9-ға теңестіремін. 9-ға теңестіретін болсам, бұл x бізде 2-ге тең болады. Себебі 3-тің квадраты 9-ға тең. Енді 3x-ті минус 6-ға теңестіретін болсам, бізде не жоқ болады? Жауап жоқ болады. Себебі оң санның кез келген дәрежесі әрқашанда оң сан деп еді, ал бізде мына жерде минус болып тұр. Демек менде аралықта бір-ақ түр сан бар. Мынандай боялатын 2 дейтін сан бар. 2 дейтін сан бар. Енді таңбасын қарайтын болсақ, бізде мына жердің таңбасы плюс. Демек мына жақ плюс болады, мына жақ минус болады. Сонда бізге керек жер минус жерлер. Мына аралық керек екен. Енді осы аралыққа жататын ең үлкен бүтін санды тап дейді. Ең үлкен бүтін сан ол бізде 2. Себебі бұл сан боялып тұр, яғни сол санның өзі қанағаттандырып тұр. Ал 3, 4, 5 деген сандар болмайды, потому что ол бізге керек емес жерде жатыр. Ал егер мынандай болатын болса, боялмай минус 2 болатын болған кезде, бізде жауап ең үлкен бүтін сан ол 1 болар еді, себебі мына аралыққа боялып кіріп кететін ең үлкен бүтін сан ол 1 болар еді. Ал біздің ситуацияда дұрыс жауап 2. Келесі. Осындай теңдеулердің түбірлерінің көбейтіндісін тапты. Яғни қандай да бір x-терді тауып, олардың көбейтуіміз керек. Бірінші логарифм болғандықтан анықталуысын тауып көрдік. Бізде логарифм 2 негізі x дейді. Естерінде болатын болса, логарифм негізі де оның аргументінде жатқан сандарда 0-ден үлкен болу керек еді. Яғни мына 2 деген уже 0-ден үлкен, демек x кімнен үлкен болу керек? 0-ден үлкен болу керек деген бізде осындай анықталу облысы бар. Оны потом ең соңында қолдануымыз мүмкін. Енді біз логарифм 2x дегенді қандай да бір 2x дегенді қандай да бір аға тең деп алатын болсақ, есептің түрі былай болады. 1 бөлінген 7 минус а қосылған
1 бөлінген 1 плюс а тең болады 8 бөлінген 7. Енді мен не істеймін? Енді ортақ бөлім бере салдым. Мынаған 1 плюс аны берейін, мынаған 7 минус аны берейін. Сол кезде бізде есептің түрі қалай болады? 1 плюс а қосылған 7 минус а бөлінген, жақша ішінде 7 минус а 1 плюс а тең болады 8 бөлінген 7-ге. Үстін ықшамдап жіберетін болсам, менде 8 болады. 8 бөлінген 7 минус а 1 плюс а тең болады 8 бөлінген 7-ге. Негізінде мен бұлай пропорциямен көбейтуім керек, бірақ байқап тұрғандай 8-ді қандай да бір санға бөлсем, тең болады екен 8-ді 7-ге бөлгенге. Демек, бізде мынау автоматически нешеге тең? Мынау 7-ге тең. 8-ді 7-ге бөлсем, ол 8-ді 7-ге бөлгенге тең. Басқа ситуация болуы мүмкін емес. Демек, 7 минус а 1 плюс а дегеніміз бізде ол 7-ге тең. Енді мынаны біз жақшаны ашатын болсақ, 7 плюс 7а, яғни мен мына екеуін көбейттім. Бұлай. Енді мына екеуін көбейтуім керек, бұлай. Минус а квадрат тең болады 7-ге. Енді барлығын бір жаққа жинайтын болсақ, бізде 7, мына екеуі бізде плюс 6 аны береді, минус а квадрат. Мына 7-ні былай қылып беретін болсам, ол минус 7 тең болады 0-ге. 7 мен минус 7 бір-бір жойып тастайды. Демек, менде есеп 6а минус а квадрат тең болады 0 деген есеп болды. Демек, аны жақшаны сыртына жіберсем, 6 минус а тең болады 0. Демек, а тең 0. Екінші жауап 6 минус а тең болады 0. Бұдан шығатын нәрсе, аны мен былай өткізіп жіберсем, 6 тең болады аға. Яғни а тең 6 деген екі жауап шықты. Бұл а деген бізде ол логарифм еді, естерінде отырса. Демек, логарифм 2 негізі x 0-ге тең болатын болса, логарифмнің қасиеті бойынша логарифм а негізді б с-ға тең болатын болса, демек б тең болады а-ның с дәрежесіне. Ол жерде x тең болады 2-ның 0 дәрежесіне, яғни x 1-ге тең. Бірінші жауап. Екінші жауап, логарифм 2 негізді x, а-ның екінші жауабы бізде 6 еді ғой, 6-ға тең болатын болса, дәл осы қасиет бойынша x тең болады 2-ның 6 дәрежесі, немесе x тең болады 64-ге. Енді осы түбірлердің көбейтіндісін тап дейді, яғни 1 мен 64-тің көбейтіндісін тап дейді. Яғни ол сірә 64-ті береді екен. Келесі есеп көрсек. Келесі есепте егер мынау а-ға тең болатын болса, мынаның мәнін тап дейді. Яғни мынаның мәнін біз а арқылы өрнектеуіміз керек деген сөз. Бірден байқайтын болсақ, бұл 5-тің квадраты. Яғни 5-тің 2х дәрежесі плюс 5-тің минус 2х дәрежесі қандай да бір а-ға тең. Ал бізде 5-тің х дәрежесі қосылған 5-тің минус х дәрежесін табуымыз керек екен. Оны қалай табамыз? Енді байқап тұрғандай бұл квадраты. Яғни біз қысқаша көбейту формасына кетуіміз керек. Мен мынаны квадраттап жіберсем. Мынаны квадраттап жіберсем, ол бізде не пайда болады? Бізде 25х, яғни мына берілген нәрсе. Қосылған 2 көбейтілген 5-тің х дәрежесі, көбейтілген 5-тің минус х дәрежесі, и қосылған 25-тің минус х дәрежесі. Енді қарайтын болсақ, бізде мына екеуі а-ны береді, яғни а болады. Ал мына жерде 5-тің х дәрежесі бізде 5-тің х дәрежесі 5-тің минус х дәрежесіне болады. Манағыдай а-ның б дәрежесі а-ның с дәрежесіне көбейтілетін болса, яғни 1-де х саны, ол кезде дәрежелер қосылатын еді ғой. Демек, 5-тің х дәрежесін қосып жатсам минус х-ге, плюс х пен минус х қосатын болсам, ол нешеге тең болады? 0-ге тең болады. Яғни 5-тің 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Енді сонда а қосылған 2 көбейтілген 1, яғни 2-нің өзіне. Бұл бізде мына санның квадратына тең. Енді мен мына квадраттан құтылу үшін не істеуім керек? Түбірге салуым керек, яғни 5х минус то есть плюс 5-тің минус х дәрежесі тең болады. Түбір астында а плюс 2 деген жауап шығады екен. Келесі кетсек. Арифметикалық прогрессия берілген. А7 мен А11 берілген екен. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 17 мүшесінің қосындысын тап дейді. Яғни бізге S17-ні тап дейді. S17 деген ол қалай еді? Ол А1 қосылған А17 бөлінген 2 көбейтілген 17. Енді А1 қосылған А17 дейтін не ол? А1 қосылған А17 дейтін. Егер естеріңде болатын болса, ол А1 қосылған қандай да бір, мысалы А8 болса, ол бізде А2 қосылған А7-ні береді. Немесе ол тең болады еще А, мысалы 5 қосылған А4 деген сияқты. Яғни мына екі санның қосындысы
тең болса, олардың қосындылары да бір-біріне тең бола береді екен. Енді қараңдар, А1 қосылған А17 деген ол бізге x санының қосындысы 18 ғой. Ал есептің берілген қарайтын болсақ, 7 мен 11-дің қосындысы 18, яғни ол А7 қосылған А11-ге тең болады екен. Яғни 1 мен 17-ні қоссам 18, 7 мен 11-ді қоссам тоже 18. Демек мен мынаумен замен жасай салсам болады. Сонда есептің түрі былай болады. А7 қосылған А11 бөлінген 2 көбейтілген 17 деген есеп болып кетеді. Ал А7 қосылған А11 бізде 36-ға тең. Сонда есеп 36 бөлінген 2 көбейтілген 17. 36-ны 2-ге бөліп тастасам 18, демек 18-ді мен 17-ге көбейтуім керек. 18-ді 17-ге көбейтсем, ол так. 289-ға 18-ді қосатын болсам, неше болады? 17-ні қосатын болсам. 17-ні қосатын болсам, 306 меген, қателеспесем, осындай жауап шығу керек. Келесі кеттік. Енді осындай дейді, бізде x плюс y тап дейді. Яғни біз бірінші x пен y-тің өздерін тауып алуымыз керек. Яғни мына жерде байқайтын болсақ, бірден бізде 3x, 3-тің 2x дәресі, 2-нің y бөлінген 2 дәресі, яғни 2-нің y дәресі. Бұл жерде байқап тұрсаңдар, бізде дәрежелер 2 еселеніп тұр. 2 еселеніп тұр деген сөз, ол біздің көрсеткіште ол квадрат деген сөз. Демек 3x қандай да бір a болатын болса, 3-тің 2x ол a квадрат болады. Дәл сол секілді 2-нің y бөлінген 2-сі қандай да бір b болатын болса, 2-нің y-гі, яғни 2 есесі ол b квадрат болады. Сонда есептің түрі мынандай түрге кетіп қалады. a квадрат минус b квадрат тең болады 725-ке. Ал a минус b бізде тең болады 25-ке. Манағыдай қысқаша көбейту формуласы, яғни a минус b, a плюс b тең болады бізде 725-ке. 725-ке. Енді естерінде болатын болса, a минус b астындағы шарты бойынша ол 25-ке тең. Мынаның орнына мен нешені қоя аламын? 25-ті қоя аламын. Сонда есептің түрі былай. 25 a плюс b тең болады 725 болып тұр ғой. Енді мен a плюс b-ны табу үшін 725-ті 25-ке бөліп тастаймын. 725-ті 25-ке бөлетін болсам, менде 29 шығады. 29. Сонда ал a минус b деген менде 25-ке тең. Ол бастапқы мына жердегі шарт. Енді оны істеймін, қосып жіберсем, a мен a қосылып манағыда 2a болады, плюс b минус b бір-бірін жояды. Мына екеуін қосып жіберсем, менде ол 54 болады. Демек a тең болады 27-ге. 27-ні мына жерге қосатын болсам, 27 қосылған қандай да бір сан тең болады 29-ға. Бұдан шығатын нәрсе b ол 2-ге тең. Бұл a мен b. a дейтін кім еді? Бізде a деген 3-тің x дәресі. Яғни 3-тің x дәресі 27-ге тең болса, ол x бізде 3-ке тең. Дәл сол секілді 2-нің y бөлінген 2 дәрежесі b-ға тең, яғни 2-ке тең болатын болса, y бөлінген 2 ол 2-ке тең. 1-ге тең, 2-нің 1 дәресі 1-ге тең. Демек y тең болады 2-ге. Яғни мен x пен плюс y-дің қосындысын алатын болсам, 3-ті 2-ге қосуым керек. Ал бұл бізде 5-ге тең болады. Келесі есепті қарайтын болсақ, бізде 2-нің x дәрежелі туралы есеп екен. Сонда бізде осыны тап дейді. Жақсы, онда бірінші 2-нің x дәрежесін бірінші x тауып алайық. Ол үшін мына қасиетті қолданамыз. Яғни a b көбейтілген a-сы ол бізде a-ның b қосылған с-сы болатын болса, біз мынаның обратно осылай жазып аламыз. Яғни қосында тұрғанда біз бірінші бүйтіп жазамыз. 2-нің x дәрежесі қосылған 2-нің x дәрежесі көбейтілген 2 қосылған 2-нің x дәрежесі көбейтілген 2-нің квадраты тең болады 56. Енді мен 2-нің x дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберсем, мынадан 1 қалады, мынадан 2 қалады, ал мынадан 2-нің квадраты, яғни 4 қалады. Тең болады 56-ға. Енді 1 қосылған 2 қосылған 4 ол 7-ге тең, яғни 2-нің x дәрежесі көбейтілген 7 тең болады 56-ға. Көбейту мұнда бөлу болып өтеді, яғни 2x 56-ны мен 7-ге бөлуім керек, яғни 8-ге тең. Сонда 2-нің x дәрежесі 8-ге тең екен. Ал 8 деген ол 2-нің 3 дәрежесі. Демек x бізде 3-ге тең. X 3-ке тең болса, бізге мынаны тап дейді. Яғни 3-тің квадраты қосылған 2 көбейтілген 3. Сонда 9 қосылған 6 тең болады 15 деген нәрсені тап деп тұр. Келесі. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 3 мүшесі болса, мына 3 сан алғашқы 3 мүшесі болса, x-ін мен таптық. Яғни бізде бірінші сан a1, екінші сан a2, үшінші сан a3. Енді естерінде болатын болса, 2a2 ол a1 қосылған a3-ке тең. Енді осы олай жазып көрейік. 2 көбейтілген lg
2-нің x дәрежесі минус 6 тең болады LG2 қосылған LG 2-нің x дәрежесі плюс 34. Енді логарифмнің қасиеті бойынша мынандай қасиет бар. Логарифм а негізді б қосылған логарифм а негізді с, егер негіздер бірдей сан логарифмдер қосылып тұрса, олардың аргументтері көбейтіледі екен, яғни б көбейтілсе. Енді мына жерде екеуі де LG болғандықтан мен бірінші мына 2-ні мында дәреже қылып жіберейін, яғни LG-дің 2x минус 6 ол квадраты. Осындай да қасиеті бар. Енді қосу болса ол көбейтіледі, яғни LG-дің 2 көбейтілген 2x плюс 34 деген. Сонда бізде 2 LG болғандықтан мынау мен мынау бір-біріне тең деп нақты түрде айтыламыз. Яғни 2x минус 6-ның квадраты тең болады 2 көбейтілген 2x плюс 34-ге. Енді мен 2x-ті қандай да бір a деп белгілеп алайын. Қандай да бір a деп белгілеп алсам, сонда менде a минус 6-ның квадраты тең болады 2a қосылған 68 десем. Мынаны ашып жіберетін болсам, a квадрат минус 12a плюс 36 тең болады 2a плюс 68. Енді барлығын бір жаққа жинайтын болсам, a квадрат минус 14a и минус 32 тең болады 0-ге. Бұл жерде бізде қандай сандардың көбейтісі? Қателеспесем 16 мен 2-нің көбейтісі, яғни a тең 16, a тең 2. Бізде қайсысы минус болу керек? Бізде мынау минус болу керек, қателеспесем. Себебі плюс 14 беру керек. A деген ол 2-нің x дәрежесі. 2-нің x дәрежесі 16-ға тең болса, x ол 4-ке тең. Себебі 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең. 2-нің x дәрежесі минус 2 болу мүмкін емес. Бұл жерде жауап жоқ. Демек, x менде 4-ке тең екен. Яғни енді мұны x-тің мәні нешеге тең дейді? X бізде 4-ке теңден жауап шықты. Басқа нәрсе сұрап тұрған жоқ екен. Мына есепте дәл жаңағыдай десек болады. Яғни жаңағыдай қасиет қолдануға тырысуымыз керек. Сол кезде бізде қандай нәрсе болады? 2-нің x дәрежесі қосылған 2-нің x дәрежесі бөлінген 2, себебі минус болса ол бөлінген. Қосылған 2-нің x дәрежесі бөлінген 4, себебі 2-нің квадраты ол 4-ке тең. Дәл сол секілді 3-нің x дәрежесі азайтылған 3-нің x дәрежесі бөлінген 3, қосылған 3-нің x дәрежесі бөлінген 9, себебі 3-нің квадраты. Енді 2-нің x дәрежесін жақсылықпен шығарып жіберсем, 1 қосылған 2-ден 1 қосылған 4-ден 1 болса, ал мына жерде 3-нің x жақсылықпен шығарып жіберсем, 1 азайтылған 3-ден 1 қосылған 9-дан 1 болады. Сонда ортақ бөлім беретін болсам, 2-нің x дәрежесі бізде ортақ бөлім 4-ке тең. Мына жер 4, мына жер 2, мына жер 1. Сонда бізде 4-тен 7 дейтін сан шығады. Дәл сол секілді 3-нің x дәрежесі мына жерден 9-ға беретін болсам, 9, мынаған 3 беретін болсам, менде 9-дан 9 азайтылған 3 бізде 6, 6, 7 дейтін нәрсе болады. Енді 3-нің x дәрежесі мында бөлу қылып жіберейін, ал мынаны мында бөлу қылып жіберейін. Яғни бізде бұлан мындай нәрсе болады. 2-нің x дәрежесі бөлінген 3-нің x дәрежесі тең болады 7-тен 9 бөлінген 4-тен 7 деген нәрсе болады. Енді бөлуді көбейтуге айналдыру деген сөз, мына екі дәреже болған 3-тен 2-нің x дәрежесі болады. Ал мына жерде көбейтуге айналдырып жүретін болсам, 9-дан 7 көбейтілген 7-тен 4 болатын болса, 7 мен 7 қысқарады да бізде 9-дан 4 дейтін нәрсе шығады. Ал 9-дан 4 деген ол 3-те 2-нің квадраты. Яғни 3-те 2-нің x дәрежесі 3-те 2-нің квадратына тең екен. Демек, x бізде 2-ге тең деген қарапайым жауап шығады. Келесі, геометриялық прогрессия дейді. Яғни бізде b5 сынаған тең, b8 сынаған тең болса, оның екінші және төртінші мүшелерінің қосындысын таптық. Жақсы. Бірінші q-ді тауып көрейік. Естеріңде болатын болса, b8 деген ол b5 көбейтілген q-дің 3 дәрежесі. Себебі мына екеуінің қосындысы мынаны беру керек еді. Сонда бізде 168 тең болады минус 6 көбейтілген q-дің 3 дәрежесі. Сонда q-дің 3 дәрежесі тең болады екен 168-ді 8-ге минус 6-ға бөлсек минус 27. Ал минус 27 деген ол минус 3-дің кубы. 3-дің кубы 27, минус болғандықтан минус болады. Демек, q бізде минус 3-ке тең. Енді бізге b2 керек. b2 деген ол b5-ті q-дің 3 дәрежесіне бөлгенге тең. Яғни, минус 6-ны q-дің 3 дәрежесін жаңа таптық қой, минус 27-ге. Минус 27-ге бөліп тастаймыз. Бұны 3-ке қысқартатын болсақ, минус плюсті береді. Мынау 2, мынау 9. 9-дан 2. Ал төртінші мүшелерін, төртінші мүшесі дейді. b4. b4 деген ол b5 бөлінген q-дің
бір дәрежесі, потому что мына жаңағындай 5-ті 3-те азайтсаң 2 шығады, яғни 5-тен 1-ді азайтсаң 4 шығады. Демек минус 6-ны мен нешеге бөлуім керек? Q-дің өзіне, яғни минус 3-ке бөлуім керек. Демек ол минус емес плюс 2-ге тең. 6-ны 3-ке бөлсем 2, минус минус плюс 4. Енді осы екінің қосындысын тап дейді. 9-дан 2-ні 2-ге қос дейді. Яғни 2,9-дан 2 немесе 9-дан 20 деген жауап шығады екен. Келесі теңдеуде мынандай логарифм сан берілген, осыны есептеп қараңыз. Енді біз не істей аламыз? Бірінші логарифмдерді қарайтын болсақ, екеуі почти бірдей, бірақ мына 3 деген нәрсе бар. Енді бізде логарифмнің қасиеті бар. Логарифм, оны айтпай кеттім, а-ның б-ның с дәрежесі болатын болса, мына дәреже не істейтін еді? Алдына көбейту болып кететін еді. Яғни с көбейтілген логарифм а негізді б болып кететін еді. Яғни 3-ті мен мұнда алдына жібере аламын. 2, 3 логарифм түбір асты 3х көбейтілген 5 логарифм түбір асты 3х деген нәрсе тең болады екен 1600-ге. Енді 2-ның 3 дәрежесі ол 8-ге тең. 8 логарифм түбір асты 3х көбейтілген 5 логарифм түбір асты 3х тең болады 1600-ге. Енді бізде мынандай қасиет бар. А-ның б дәрежесін с-ның б дәрежесіне көбейтсем, яғни екеуінің дәрежесі бірдей болатын болса, ол а көбейтілген с-ның общий б дәрежесі деп жазуға болады. Яғни менде 2 дәреже бірдей ғой, 2 де логарифм. Яғни 8 мен 5-ті көбейтсем болады. Ол 40-тың логарифм түбір асты 3х дәрежесі деп жазсам болады. Ал 1600 деген бізде ол 40-тың квадраты. Яғни бізде мына сандар бірдей болып қалса, демек дәрежелерде бірдей болу керек. Демек логарифм түбір асты 3х деген ол 2-ге тең болу керек. Мына қасиет бойынша х тең болады түбір асты 3-тің квадратына. Яғни түбір мен квадрат бір-бірін жояды деп алатын болсақ, 3-ге тең. Сонда келесі есепті қарайтын болсақ, бұл есепте не дейді? Бұл есепте жатқан аралықты көрсет дейді. Яғни мына x бізде қандай аралықта жатыр? Яғни әртүрлі жауап болуы мүмкін еді, сондықтан мына жақта жауаптарды белгілеп алдым. Енді қарайық. Біз не істейміз? Біз бірден мынандай нәрсені байқау керек, что мына жерде 3 деген ол 9 деген 3-тің квадраты екен, ал 27 деген ол 3-тің кубы екенін байқауымыз керек. Сол кезде бізде қалай болады? Логарифм 3 негізді x қосылған логарифм 3-тің квадраты x қосылған логарифм 3-тің кубы x тең болады 7,3-тен 1-ге. Енді бізде логарифмде мынандай қасиет бар. Логарифм а-ның қандай да бір n дәрежесі b болатын болса, мына дәреже алдына ол 1 бөлінген n болады да, көбейтілген логарифм а негізді b деген, яғни мына дәреже алдына 1 бөлінген болып шығады екен. Яғни бізде енді мынада дым жоқ, логарифм өзін жаза береміз. 3 негізді x қосылған мына квадрат алдына 2-ден 1 болып шығады. 2-ден 1 логарифм 3 негізді x қосылған алдына 3 деген бізде 3-ден 1 болып шығады. 3-ден 1 логарифм 3 негізді x тең болады. Мынаны 1-ден бит жаза салайыншы. 22 деп. Сол кезде бізде не болады? Логарифм 3 негізді x жақ жағына шығарып жіберсем, бізде біріншіден 1 қалады, екіншіден 2-ден 1 қалады, үшіншіден 3-тен 1 қалады. Тең болады 22 бөлінген 3. Ортақ бөлім беретін болсам, ортақ бөлім бізде 6, мынаған 6-ны берем, мынаған 3-ті берем, мынаған 2-ні берем. Сол кезде логарифм 3 негізді x көбейтілген неше болады? 6-дан 9, 11. 11 тең болады 22-ден 3-ге. Енді манағыдай логарифм 3 негізгі x көбейту бөлу болып бару керек, ал бөлуді сразу көбейтуге соң есептің түрі былай болады. Көбейтілген 11 бөлінген 6 деген. Яғни мына төңкеріліп бара салады. Сонда мынау қысқарып бізде 2 қалады. Мынау қысқарып 2 қалады. 2-ге 2-ні көбейтсем 4 болады. Сонда логарифм 3 негізгі x 4-ге тең болса, демек x тең болады 3-тің 4 дәрежесі. Демек бізде x 81-ге тең екен. Енді 81 деген сан қай аралықта жатыр? 81 деген сан ол бізде мына аралықта жатыр. Потому что 81 деген сан кіріп тұр. Келесі теңдеуді шешіңіз дейді. Мына теңдеуді қарастырсақ, қараңдар. Модуль бізде мана айтқандай, модульден әрқашанда қандай сан шығатын еді? Әрқашанда оң сан шығады. Енді қараңдар, оң санға оң санды қосып тұрмын. Сол кезде 0 шығып тұр. Оңға оңды қоссам 0 шығуы мүмкін ба? Олай мүмкін емес. Демек біз бірден есепте жауы жоқ десек жеткілікті. Келесі есепте бізде осындай теңдеулі жүйесін шешіп, x1 мен x2-ні көбейтіндісін, y пен y1-дің көбейтіндісін тап дейді. Ол үшін біз бірінші
жүйені қарайтын болсақ 3 негізді x, 3 негізді x, 2 негізді y, 2 негізді y, 3 негізді x, 2 негізді y. Яғни біз бұлай енгізу алмастырып алсақ болады. Логарифм 3 негізді x-ті қандай да бір а десек, логарифм 2 негізді y-ті қандай да бір b десек, есептің түрі былай болады. А квадрат плюс а көбейтілген b қосылған b квадрат бізде 12-ке тең. Мына жерде а қосылған b бізде 2-ке тең деген есеп осындай жүйеге айналады екен. Енді а квадратқа айналдыру үшін мен мынаны квадраттап көрсем, а плюс b-ны мен квадраттасам, а плюс b-ның квадраты ол қысқаша көбейту формуласы а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Ол нешеге тең болып тұр? Бізде 2-ның квадраты 4-ке тең болып тұр. Сонда а квадрат плюс 2ab қосылған b квадрат 4-ке тең, ал а квадрат плюс ab қосылған b квадрат бізде 12-ке тең. Енді азайтып жіберсем, а квадраттан а квадраттасам 0, 2ab-дан 1ab-ны азайтсам, бұл 1 штук ab қалады. b квадраттан b квадрат азайтатын болсам 0, ал 4-тен 12-ні азайтсам минус 8. Онда менде а көбейтілген b минус 8-ге тең. Енді не істесем болады? Енді мен екінші формулаға келтірсем, а минус b-ның формуласына келтіретін болсам, оның квадраты естерінде болса а квадрат минус 2ab плюс b квадрат береді. Яғни мен мынадан 3 штук ab-ны азайтып тастасам, 3 ab-ны азайтатын болсам, сол кезде ab-дан минус 3ab ол минус 2ab-ны береді. Яғни а квадрат минус 2ab қосылған b квадрат тең болады 12-ден мен азайтуым керек 3ab-ны. Ал 3ab нешеге тең? 3ab деген мынаны 3-ке көбейте салсам, ол минус 24-ке тең. Яғни минус 24-ті азайтуым керек. Сонда а минус b-ның квадраты ол менде нешеге тең болады екен? 36-ға тең болады екен. Сонда бізде мынандай нәрсе шығып тұр. А минус b 36 деген естерінде болса, ол плюс минус 6-ның квадраты. Сонда бізде а минус b 6-ға тең, или а минус b минус 6-ға тең екі жауап бар. Дәл сол секілді бізде есепін берілгенде а плюс b 2-ке тең деген мынандай жауап бар еді. А плюс b. Дәл солай а плюс b бізде 2-ке тең. Яғни осы екеуінен менде екі түрлі жауап шығады екен да. Сонда мен қосып жіберетін болсам, 2а тең болады 8-ге, демек а тең болады 4-ке, ал b тең болады минус 2-ге. Минус 2-ге. Дәл солай мына жерде а плюс b. Қосып жіберетін болсам, 2а тең болады минус 4-ке, а тең болады минус 2-ке, ал b тең болады 4-ке. Деген осында екі жауап шықты. Енді мен а мен b-ны бұрынғы өзімнің логарифмдеріне әкеліп қойсам. Бірінші логарифм 3 негізді x1 деп алайыншы. x1 тең болады а-ға десек, яғни 4-ке десек, бізде x1 тең болады 3-дің 4 дәрежесі, яғни 81-ге. Ал логарифм 2 негізді y1 ол тең болады, 4-ке тең болады, минус 2 болды, минус 2-ке, значит y1 тең болады 4-тен 1-ге, 2-ның минус 2 дәрежесіне. Бұл x1, x2. Енді логарифм 3 негізді x2 тең болады бізде минус 2 десек, x-тің минус 2 дәрежесі, 3-тің минус 2 дәрежесі ол 9-дан 1-ге тең болады. Ал логарифм 2 негізді y2 бізде тең болады 4-ке, яғни y2 бізде 16-ға тең. Енді осылардың көбейтіндісін табу керек екен. Көбейтіндісін қосылсын. x1-ді x2-ге көбейтіп, y1-ді y2-ге көбейтіп, оларды қосуым керек екен. Яғни 81-ді 9-дан 1-ге көбейтем, 4-тен 1-ді 16-ға көбейтем. Сол кезде қысқаратын болса, біріншісінен 9 шығады, екіншісінен 4 шығады. 9 мен 4 қоссам бізде 13 деген жауап шығады екен. Келесі есепте ең үлкен бүтін мәнін анықтаңыз дейді. Мына қасиет бойынша 3-тің 2x дәрежесі көбейтілген 3-тің квадраты азайтылған 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі минус 3-тің x дәрежесі минус 9 болды. Яғни біз не істейміз? 3-тің x дәрежесін қандай да бір а деп белгілеп алайық. Сол кезде а квадрат болады. 9а квадрат дей салайын бірден. Минус 81а кіші болады а минус 9-дан. Енді барлығын бір жаққа жинайтын болсам, 9а квадрат минус 80а, 82а плюс 9
кіші нөлден. Енді мен не істеймін? Мен теңдікке айналдырып жүрсем, а квадрат минус 82а плюс 9 тең 0. Мына әдісті білесіңдер деген үміттемін. Мына 9-ды мен мұнда көбейтіп қойсам, менде екінші нәрсе пайда болады. Яғни а квадрат минус 82а плюс 81 тең болады 0-ге. Яғни мен мына 9-ды мұнда көбейтіп жіберсем. Сонда бізде виет бойынша, мына 1 ғой енді. Бізде 1 минус 82 қосылған 81. Ол бізде 0 беріп тұр. 0 беретін болса, демек 1 түбірі оның 1-ге тең деген жауап шығады. Ал 1 түбірі 1-ге тең болса, екінші түбірі оның екінші түбірі мына 81-ді 1-ге бөлгенге, яғни 81-ге тең болады. Енді мен жаңа көбейткен кезде 9-ға көбейттім ғой, демек мен мына жауапты 9-ға бөлуім керек, мен мына жауапты да 9-ға бөлуім керек. Сонда менде 9 деген. Сонда мен 9-дан 1 және 9 деген 2 жауап шықты. Енді мен не істеймін? Оны 3-тің x дәрежесіне теңестіруім керек. Яғни 3-тің x дәрежесі 9-дан 1-ге тең болса, 9 деген 3-тің квадраты, ал 1 бөлінген болғандықтан x ол минус 2-ге тең. Дәл сол секілді 3-тің x дәрежесі 9-ға тең болатын болса, 9 деген 3-тің квадраты. Сонда осында 2 жауап шықты. Сонда менде минус 2 мен плюс 2 деген жауап шықты. Таңбасын қарайтын болсақ, мына есеп мына жерден қарай салайын. Таңбасын қарайтын болсақ, таңбасы плюс, демек плюс минус плюс, ал маған керек жері минус жерлер. Мына аралықтар керек еді. Енді осы аралықтағы маған ең үлкен бітім мәнін тапты. Енді қараңдар, мына боялмайды ғой бізде. Ең үлкен бітім мән мына жерде боялып тұрған қандай сан болады? Плюс 1 деген сан болады. Яғни жауап плюс 1. Бізде келесі есепте мына логарифмдерді біз есептеуіміз керек екен, яғни сан ретінде. Бірінші, мынандай сандарды біз өзіміз білетін жай сандарға немесе сондай сандарға айналдырып көрейік. Бірінші 0,04-ті көрейік. 0,04 деген ол оқылған кезде 0,100-ден 4 деп оқылады. Яғни 100-ден 4 екен ол. Енді бұны 4-ке қысқартатын болсам, 1 бөлінген 25. Ал 25 деген ол 5-тің квадраты. 1 бөлінген 5-тің квадраты. 1 бөлінген болғандықтан ол 5-тің минус 2 дәрежесі. Яғни осы форматта жазып алсам болады. Енді 27 деген ол 3-тің кубы. Ал 125 деген ол 3-тің кубы. 243 деген ол 3-тің 5 дәрежесі. Ал 81 деген ол 3-тің 4 дәрежесі. Сонда бізде есептің түрі мынандай түрге айналады. 4 көбейтілген 5 логарифм 5-тің минус 2 дәрежесі 4 минус 3 көбейтілген логарифм 3-тің кубы және 5-тің кубы. Көбейтілген логарифм 3-тің 5 дәрежесі 3-тің 4 дәрежесі. Сонда тең болады. Есептің түрі қалай болады? 4 көбейтілген. Енді қараңыздар, бізде мынандай қасиеттер бар. Логарифмде мынандай қасиеттер бар. Қасиеттерін жазып кетейік. Логарифм негізінде айтып өттім. Логарифм а негізді n, b m болатын болса, бұл m үстіне барады, n астына барады да, логарифм а негізді b қалады. Яғни дәрежелері алдына осылай түседі екен. Және екінші қасиет бар. А-ның дәрежесінде логарифм b негізі с болатын болса, яғни дәрежесін тұратын болса, онда мынандай манипуляция жасауға болады. С логарифм а b негізді а деп. Яғни мына екі санның орнын бір-бірімен істеп жүруге болады, ауыстырып жүруге болатын нәрсе істеуге болады. Яғни біз істейміз. Бірінші, мына минус 2-ні алдына шығарсам, ол минус 2-ден 1 болып шығады. Себебі бұл астында негізінің дәрежесі ол астына барады, бөлшектің бөліміне барады. Және мен істей аламын, мына 5 пен мына 4-тің орнын істей алады екен, ауыстырып жібере алады екен. Бұлай екеуін бүйтіп орнын алмастырып жіберсем болады. Яғни 4-тің дәрежесінде, мына жерде екен, 4-тің дәрежесінде логарифм сонда 5-тен 5 деген нәрсе қалды. Яғни мынаның дәрежесі минус 2-ден 1 шығып кетті, ал мына екеуі орнына ауысып кетті. Дәл сол секілді. Енді бізде мына 3 алдына 3 болып түседі, ал мына 3 астына 3 болып түседі. 3 пен 3 бір-бірін есеп тастайды екен, ол 1-ге тең. Яғни мына дәрежелерді екеуі бірдей болса, бүйтіп алып тастасақ та ешқандай айырмашылық жоқ. Дәл сол енді мына 3 пен мына 5 екеуі бір-бірінің орнына ауыстырса, демек 5 логарифм 3 негізді 3 қалады. Ал мына жерде 3-тің 4 дәрежесі алдына түседі, ал 5 деген бөлшектің бөліміне түседі. Логарифм 3 негізді 3 дейтін қалады. Сонда бізде логарифм 5 негізде 5 ол 1-ге тең, логарифм 3 негізде 3 1-ге тең, логарифм 3 негізде 3 1-ге тең. Сонда бізде тек қана сандар қалды.
4 көбейтілген 4-тің минус 2-ден 1 дәрежесі. Азайтылған 5 көбейтілген 5-тен 4. Енді 4 көбейтілген 1 бөлінген 4-тің 2-ден 1 дәрежесі. 2-ден 1 дәрежесі деген ол түбір деген сөз. Түбір минус 5 пен 5 қысқарып 4-ке тең. Сонда бұл 2-ден 1-ге тең. 4 көбейтілген 2-ден 1 азайтылған 4. Значит, 2 азайтылған 4 тең болады минус 2 деген жауап шығады. Келесі мына түбірлердің осындай теңдеуді, түрі жаман теңдеуді шешіп, түбірлерінің қосындысын тап дейді. Енді манағы айтқандай біз логарифмнің мына қасиетін қолдануымыз керек. А-ның логарифм b негізді с болса, мына екеуінің орнын не істеуге болады? Ауыстыруға болады. Яғни с логарифм b негізді а деген. Біз бірінші қайсыған мына екеуінің орнын ауыстырамыз ба, әлде мына екеуінің орнын ауыстырамыз ба, соны бірінші біліп алуымыз керек. Енді ол үшін не істейміз? Ол үшін теңдіктің оң жағын қарайық. Теңдіктің оң жағын қарасақ, 3-ті жақ жағын аша берсем, менде x куб плюс 3x квадрат плюс 3x плюс 1 деген нәрсе пайда болады. Ол деген x плюс 1-дің кубы. Яғни мен мына жерде x плюс 1 деген нәрсе қалған маған лучше. Демек, мен не істеуім керек? Мынау мен мынаның орнын ауыстырып жүрмін. Сонда 2x плюс 1 дәл осылай қала береді логарифм 2 негізді x квадрат минус 6x плюс 13 жақшаның ішінде. Орнын ауыстырып жүрсем, x плюс 1-дің дәрежесінде логарифм 2 негізді x квадрат минус 6x плюс 3 тең болады 3x плюс 1-дің кубы. Енді байқап тұрсаңдар, мынандай санның менде типа 2 штугы бар, и оған тағы 1 штугын істеп тұрмын, 1 штугын қосып тұрмын. Ал 1 штугын қосатын болсам, менде неше пайда болады? 3 штуг болады. 3 штуг x плюс 1-дің логарифм 2 негізді x квадрат минус 6x плюс 13 деген нәрсе пайда болады. Тең болады 3 штуг x плюс 1-дің кубы. Сонда бізде 3 пен 3 өзара қысқарады. Екеуі де x плюс 1-дің несі болып тұр? Дәрежесі болып тұр. Демек, мен осы теңдеуді шешу үшін мен не істей салуым керек? Просто мен мына дәреже мен мына дәреже екеуі бір-біріне, мына дәреже мен мына дәреже бір-біріне теңдей салсам жеткілікті екен. Демек, мен оны теңдей салатын болсам, менде есептің түрі қалай болады? Есептің түрі x квадрат минус 6x плюс 13 тең болады 3-ке. Яғни x квадрат минус 6x плюс 10 тең болады 0-ге. Сонда дискриминант 36 минус 40 тең болады 0-ге. Бұл жерде жауап шықпайды. Енді демек, жауап шықпаса, бізде екінші ситуация бар. Қараңдар, бізде x плюс 1 дейтін санды біз білмейміз ғой, қандай сан екен. X плюс 1-дің мен қандай сан екен білмеймін. Нешеге тең екен білмеймін. Енді a санының b дәрежесі a санының s дәрежесіне тең болатын болса, біз бүйтіп алатын едік. b саны s санына тең деп. Яғни біз осылай шығарған кезде бізде жауап шықпай қалды. Енді мен не істеймін? Енді екінші вариант бар. Екінші вариант, егер менде a саны 1-ге тең болса, или a саны 0-ге тең болса. Яғни 0-дің кез келген дәрежесі ол 0 болады, 0-дің кез келген дәрежесі ол 0 болады. Демек, менде x плюс 1 0-ге тең деген вариант бар. Сосын x плюс 1 немесе 1-ге тең деген екі вариант қалды. Себебі 1-дің де кез келген дәрежесі 1-ге тең, 1-дің де кез келген дәрежесі 1-ге тең. Енді бірақ мен не істей аламын? Қараңдар, есепті қараңдар. Мен 0 деп ала алмаймын. Себебі логарифмнің негізінде қандай сан болу керек еді? 0-ден үлкен сан болу керек. Яғни мына нәрсе менде өтірік болады. Сонда x плюс 1 тең болады 1-ге деген жауап шығатын болса, демек x нешеге тең екен? X 0-ге тең екен. Яғни менде x тең 0 деген жауап шығуы керек. Келесі есепте енді бізде осындай теңдеуді шешіңіз дейді. Теңдеу шешу үшін бірден квадраттап жүрсек, бірден теңдіктің екі жағын бүйтеміз да квадраттай саламыз. Сол кезде бізде не пайда болады? Біріншісінің квадраты, яғни x плюс 6-ның өзі, минус 2 еселенген екеуі, яғни мен мынаны 2-ге өйтем, и плюс екіншісінің квадраты, яғни 4-ге. Ал мына жақта квадраты ол x минус 2-ге тең. Сонда бізде не пайда болды? X қосылған 10 минус
2 еселенген емес, 4 еселенген себебі мына 2 мен мына 2-ні көбейтіп жіберуге болады. X плюс 6 тең болады X минус 2-ге. Енді X-тердің бәрін бір жаққа, түбірді бір жаққа жіберсем, мына минус болғандықтан мына жаққа жіберсем, 4 X плюс 6 тең болады. Мына X пен бір-бірін жойып тастайды. Ал мына 2 мұнда плюс болып өтеді, демек 12-ге. Енді 4-ке бөліп жүрсем 3 тең болады түбір асты X плюс 6-ға. Тағы да квадраттаймын, чтобы құтылу үшін. Сол кезде 9 тең болады X плюс 6-ға. Демек X бізде 3-ке тең деген қарапайым жауап шығады екен. Келесі теңдеулер жүйесін шешіп X плюс Y тап дейді. Бірінші X табу үшін мына қасиет бойынша мынау мен мынаның орнын ауыстырып жіберейік. Яғни 3X минус Y-тің логарифм 25-тен 1 дейтін естерінде болатын болса 5-тің минус 2 дәрежесі да. Ал 0,2 деген атайтып тұр 10-2, яғни 5-тен 1. Ал бұл түбірдің астында жатқандықтан оның 2-ден 1 дәрежесі болады. Яғни түбірдің астында жатқандықтан 5-тен 1-дің 2-ден 1 дәрежесі. Яғни ал 5-тен 1 деген ол 5-тің минус 1 дәрежесі. Демек минус 2-ден 1 дәрежесі болады. 5-тің минус 2-ден 1 дәрежесі тең болады бізде 2-ге. Дәл сол секілді логарифм түбір асты 2 y минус x тең болады 4. Енді бұны қазір шеше саламыз. Бірінші үстімен дұрыстап шешіп алайық. Сол кезде бізде не болады? Бізде мына дәреже манағыдай минус 2-ден 1 алдына түседі. Мынау ал тағы да минус 2-ден 1 болады. Сонда бізде мынандай нәрсе пайда болды. 3x минус y-тің минус 2-ден 1 дәрежесі көбейтілген минус 2-ден 1 дәрежесі тең болады. Сосын логарифм 5 негізде 5 бар әрине. Тең болады 2-ге. 5 негізде 5 1-ге тең. 2-ден 1 мен 2-ден 1-ді көбейтетін болсақ, ол 4-тен 1-ді береді. Демек 3x минус y-тің 4-тен 1 дәрежесі тең болады 2-ге. Енді мен бұдан құтылу үшін екі жақта да 4 дәреже беріп жіберсем, сонда 3x минус y менде 16-ға тең. Ал енді логарифм мына қасиеті бойынша мынандай дәрежесі мына бізге аргументін береді, яғни y минус x ол түбір асты 2-нің 4 дәрежесіне. Түбір асты 2-нің 4 дәрежесі деген ол түбір асты 2-нің осындай 4 штугы деген сөз ғой. 4 штугы деген сөз. Мына екеуі бізге 2-ні береді, ал мына екеуі тоже 2-ні береді. Ал 2-ні көбейтсем ол 4 болады. Демек бізде бұл нешеге тең болып тұр? 4-ке тең болып тұр. Сонда былай 3x минус y тең болады 16-ға. Немесе минус x плюс y тең болады 4-ке болып тұр. Енді қосып жіберсем, 3x пен минус x-ті қосатын болсам, ол бізде 2x-ті береді. Минус y пен плюс y-ті қосатын болсам, 0-ді береді. 16-нан қосатын болсам, 20-ны береді. Демек x тең болады 10-ға. Ал бұл жерде y тең болады, минус 10 плюс y тең болады 4 десем, минус мында кетіп, бізде 14-ке тең болады. Демек y 10-ға тең, x 10-ға тең, y 14-ке тең, демек x плюс y бізде 24-ке тең екен. Геометрик прогрессия берген алғашқы 6 мүшесінің қосындысын тап дейді. Алғашқы 6 мүшесінің қосындысы, яғни мен S6-ны табамын. S6-ның формуласы b1 көбейтілген q-тың 6 дәрежесі минус 1 жақшаның ішінде и q минус 1 еді. Енді мен бірінші b1 табу алайын. b1 табу үшін n-нің орнына мен қарап отырсам 1-ді қойып тұрмын да. Демек 3 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі тең болады нешеге? 6-ға. b2-ні табатын болсам, 3 көбейтілген 2-нің 2 дәрежесі тең болады 3-ті 4 көбейтсем 12. Сонда менде q b2-ні b1-ге бөлгенге тең ғой. Демек менде 2-ге тең. Енді менде барлық данный бар. Сонда b1-дің орнына мен 6-ны қоямын. Мына жерде 2-нің 6 дәрежесі минус 1 деймін. И 2 минус 1. Сонда мына 1-ге тең. 2-нің 6 дәрежесі 64. 64-тен 1 дәрежесі 63. Яғни 6 көбейтілген 63. Ол нешеге тең болады? 360 қосылған 18. 378 деген жауап шығады екен. Осы түбірлердің көбейтісін анықтаңыз дейді. Енді бірінші не істейміз? Бірінші, мына 8 деген өзі бөлек тұрған нәрсе. 8 логарифм x логарифм 2 негізді x минус 3 тең болады 32 түбір асты x. Бұндай кезде біз не істейтін едік? Бұндай кезде біз екі жағында логарифм деуіміз, яғни потенциалдау әдісі. Екі жағында не істейміз? Логарифм 2-ге келтірсек. Екі жағында логарифм 2 дейтінді келтірсек. Сол кезде бізде не пайда болады? Көбейту болатын болса, біз оны қосу ретінде жазылатын едік қой. Демек, логарифм 2 негізді 8 қосылған логарифм 2 негізді x-тің мынандай дәрежесі. Логарифм
2 x минус 3 дәрежесі тең болады логарифм 2 негізді 32 қосылған логарифм 2 негізді түбірасты x. Сонда мынау 3-ке тең 3. Логарифм қасиеті бойынша аргументінің дәрежесі бүйтіп алдына түседі, қосылған. Жақшамен жазып жүрсем, логарифм 2 негізді x минус 3, оны көбейтуім керек. Логарифм 2 негізді x-ке тең болады. Мынау 5-ке тең қосылған. Мынау дәреже 2-ден 1 логарифм 2 негізді x. Сол кезде бізде не пайда болады? Сол кезде бізде 3, мен бүйтіп жаза алайыншы. Логарифм 2 негізді x-ті a деп белгілей алсам. 3 қосылған a минус 3. Мына жерде a 5 қосылған a бөлінген 2. И жақшаны ашып жіберсем 3 қосылған a квадрат минус 3a тең болады 5 қосылған a бөлінген 2. Барлығын 2-ке көбейтіп жіберсем 6 қосылған 2a квадрат минус 6 тең болады 10 қосылған a. Сол кезде 2a квадрат a мен a мұнда минус 7-ні береді, ал мынау минус 4-ті береді, тең болады 0-ге. Енді мен мынаны дискриминант шешетін болсам, дискриминант 49 қосылған 16 32 тең болады 81-ге, ол 9-ның квадраты. Значит, 7 плюс минус 9 бөлінген 4. Қоссам менде 16, 16 4-ке бөлсем 4, азайтсам минус 2, минус 2-ні істесем минус 2-ден 1. Ал ол жерде логарифм. Логарифм 2 негізі, қараңда, бізде түбірлердің көбейтіндісін тап дейді. Яғни x1 көбейтілген x2-ні тап деп тұр ғой. Енді қараңда, бізде x1 десек, сосын бізде логарифм 2 негізді x2 десем, мен мұнан қосып жіберсем ше. Бұны қосып жіберсем, менде не пайда болатын еді? Логарифм 2 негізді x1 көбейтілген x2-ні тап деп тұр ғой. Ал маған осыны тап дейді. Ал логарифм 2 негізді x1 бізде 4-ке тең, ал мынау минус 2-ден 1-ге тең. Енді ол, значит, 2-ның қосындысы нешеге тең болады? 3,5-ға тең болады. Сонда x1 көбейтілген x2 тең болады 2-ның 3,5 дәрежесі. Немесе оны басқаша былай жазуға болады. Оны былай жазуға болады. 2-ның 3 дәрежесі қосылған 2-ның 2-ден 1 дәрежесі. То есть не үшін қосылған? Көбейтілген. Демек 8 көбейтілген түбірасты 2 деп. Сонда бізде жауап 8 түбірасты 2 деген жауап шығады. Енді төменде көрсетілген жауаптың ішінен шешімге жуық бүтін мәнді көрсетіңіз дейді. Яғни мынадан қандай да жауап шығатын болса, мысалы 3,6 шығатын болса, ол 4 болады, 3,2 шығатын болса, 3 болады деген сияқты қайсысына жақын, сол жауапты таңдауым керек. Енді мына жерде көретін болсақ, бізде 7 логарифм 3 негізді 9 минус 4x, логарифм 3 негізді 3 деген 1-ге тең, минус 2 тең болады 21-ге. Мынау мұнда қосуы өтеді. 7 логарифм 3 негізді 9 минус 4x тең болады 23-ке. Демек, логарифм 3 негізді 9 минус 4x тең болады 23 бөлінген 7-ге. Демек, 9 минус 4x тең болады 3-тің 23 бөлінген 7 дәрежесіне қасиеті бойынша. Енді 4x табатын болсам, 4x тең болады 9 азайтылған 3-тің 23 бөлінген 7 дәрежесі. Енді қараңдар, мынау деген примерно 3,1 деңе. 3,10-нан неше мысалы? 3 деген сияқты сан. Ол 3,10-нан 3 болатын болса, ол 27-ден үлкен сан болады. Енді 9-дан 27-ден үлкен санға істейтін болсам, менде 4x деген ол минус сан. Значит, x-тің өзі ол минус сан. Енді минус санға ең жақын сан, ол бізде 1 ғой. Себебі бізде жауап x примерно мына жерде жатыр, мына жер 0 деп алатын болсам. X мына жерде жатыр да. Ал мына жерде 1, 2, 3, 4 деген 4 жауап тұр. 3, 4 деген. Қайсысы жақын бізде? Ең жақын ол бізде 1 деген жауап шығады. Келесі, логарифм шеш дейді. Логарифм қасиеті бойынша қосу болса көбейту. Демек, логарифм 8 негізі x минус 2 мен x плюс 2-ні көбейту керек. Яғни қысқаша көбейту формуласы логарифм 8 негізді 4x плюс 41. Бірдей логарифм болса, оларды тупо бүйтіп алып тастай саламыз. Сонда x квадрат минус 4 тең болады 4x плюс 41. Сонда x квадрат минус 4x минус 45 тең болады 0-ге. Бетпен жара салсақ, бізде 9 бен 5 қайсысы минус болады? Мынау минус болады. Сонда бізде анықталу осын таба салатын болсақ, x минус 2
нөлден үлкен болу керек, x 2-ден үлкен болу керек. Сонда минус 5 деген жауап қабылданбайды да бізде 9-ға тең болады. Мына жерде ол минус 2-ден үлкен болу керек. Мына жерде минус 10 25-тен үлкен болу керек. Самый оптимальный бізде 2-ден үлкен болу керек. Сонда бізде 9 деген жауап қана болады. Енді бізде контекст не дейді? Айгүл денсаулығын жақсарту үшін күн сайын жаяу жүреді. Ол бірінші күні 2000 қадам жүреді, яғни бірінші күні 2000 жүреді. Бірінші күні. Сосын келесі әр күн сайын қадамына 1000 арттырып отырды. Яғни мұна келесі күн 3000 болды, екінші күн, үшінші күн 4000 болды, төртінші күн 5000 болды. Дәл солай кете берді. Айгүлдің қадам саны 10-ға жеткен күні. Ол 10-ға қай күні жетеді? 10-ға қателеспесем 9-шы күн жетеді. 9-шы күн 10 мыңға жетеді. Себебі мынау бір санға артық болып отыр. 1 болған кезде 2, 2 болған кезде 3, 3 болған кезде 4, 4 болған кезде 5, яғни 9 болған кезде 10 мың. Саны 10 мыңға жеткен күні ол әр күн сайын тұрақты түрде 10 мыңға да, яғни осы 10-шы күннен бастап ол тек қана 10 мың жүріп бастады. Яғни 11-ші күнде 10 мың жүреді. Дальше тек 10 мыңдар жүреді. Енді Айгүлдің әр қадамы 72 сантиметр дейді. Бір шағы 72 сантиметр екен. Енді бірінші Айгүл үшінші күні жүрген қадам саны дейді. Үшінші күні міне. Үшінші күні ол неше қадам жүреді екен? 4000 қадам жүреді екен. Келесі Айгүлдің 5-ші күні қанша километр жол жүрді дейді. Енді біз 5-ші күнін жаңа қарап жүретін болсақ, 5-ші күні оның жаңағындай ғой. 5-ші күні ол 6000 қадам. 6000 қадам. Ал бір қадам ол 72 сантиметр. Мен не істеуім керек? 6000-ды 72-ге көбейтуім керек. 6000 72-ге көбейтсем 43 2 мынандай нәрсе шығады. Осындай сантиметр шығып тұр. Мен оны километрге айналдыруым керек. Енді қараңдар. 2 нөлін алып тастасам ол метр болады. Сантиметр 2 нөл алып тастасақ метр болады. Енді мынаны осындай метр болып тұр менде данный момент. Метрді километр айналу үшін мен тағы 3 үтір бүйтіп жылжытуым керек. 1 2 3. Демек менде қанша болады? 4,3 километр шығады. 2 32 бар екен. 4-32 километр. 28-ші 10 мың қадамды 1,5 сағатта жүрсе, 10 күнде жалпы қанша сағат жүрді? Енді 10 күнде дейді. Ол не істеді? Бірінші күні 2000 жүрді. 2000. Екінші күні 3000 жүрді. Дәл солай 9-шы күні ол 10 мың жүрді да. 10-шы күні тағы да 10 мың жүрді ғой. Себебі одан кейін қоспай қойды да. 10 мың жүрді. 10 күнде ол қанша жол жүрген тауып алайық бірінші. Демек мен не істеуім керек? 2000-нан бастап қосып бастауым керек қой. 2000 қосылған 3000 қосылған 10 мыңға дейін деп қосамын. Сосын тағы ең соңында тағы 10 мың қосамын. Потому что менде 10 мың екеуі бар. Сол кезде менде қанша болады? Так, менде 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ды қосатын болсам, менде ол 54-ті береді. 54-ті береді, яғни 54 мың дейтін нәрсе шығып тұр. Мынаға дейін қосқан кезде. Негізінде прогрессиямен шығару керек. Ал оған тағы 10 мыңды қосатын болсам, демек менде 64 мың қадам жасайды екен. Ол 10 күнде. 10 күнде 64 мың. Енді ол каждый 10 мыңға 1,5 сағат жүреді. Яғни бізде 60 мың қадам бар, сосын тағы, яғни былай ғой, 10 мың қадамда ол 1,5 сағатта жүрсе, ол 64 мың қадамды қанша сағатта жүреді деп пропорциямен шығарамыз. Сонда x тең болады 64 мың көбейтілген 1,5 бөлінген 10 мың деген нәрсе пайда болады. Сонда бізде былай істесек, 64-ті 1,5-ға көбейтсек, ол 64 қосылған 32 бөлеміз 10-ға, яғни 9,6 сағат деген жауап шығады екен. 29-ші есепте 13-ші күні қанша қадам жасады дейді. Именно 13-ші күні. Енді мана айттық қой біз, ол 10-ші күннен бастап тек қана 10 мың қадам жасайтын болса, ол 13-ші күні тек қана 10 мың қадам жүреді. Себебі одан кейін қоспай қойды. 30 ол бір айда, яғни 30 күнде жалпы қанша қадам жүреді дейді. Біз мана бірінші күннен 9-шы күнге дейін неше екенін таптық та, ол кезде 54 мың қадам шықты. 54 мың қадам шықты. Ал ол 10-шы күннен бастап
30 күн бар енді, 30-шы күнге дейін ол стабильно 10.000 қадамнан жүріп отыр. Яғни 10.000 қадамнан жүреді деген сөз. Менде мына жерде 21 күн бар, 21-ді мен 10.000-ға просто көбейте салуым керек. Сонда ол 210.000 қадам жүреді екен. Енді 210.000-ға мен кімді қосамын? 54.000-ді қоса саламын. Сол кезде 264.000 қадам деген жауап шығады екен. Келесі есепте бізде не дейді? Екінші мүшесі 24-ке артық, үшінші мүшесі екінші мүшесіне 6 қоссақ, алғашқы үш мүшесінің қандай да бір геометр прогрессия бар. Төртінші мүшесі екінші мүшесіне 24-ке артық, яғни b4 азайтылған b2 бізде 24. Дәл солай үшінші мүшесінен екінші мүшесіне қоссақ, үшінші мүшесін болу керек. Үшінші мүшесін екінші мүшесіне қосатын болсақ, яғни b3-ті b2-ке қосатын болсақ, бізде 6-ға тең дейді. Осы прогрессияны тап дейді. Яғни бірінші алғашқы үш мүшесін қосындысын тап дейді, алғашқы төрт мүше. Яғни ол үшін біз прогрессияның қандай екенін табуымыз керек. Енді біз не істей аламыз? Біз бірінші былай істеп көрейік. Мынаны b4-ті мен b2 көбейтілген q квадрат деп алсам, мынаны b2 деп алсам, 24-ке тең. Ал b3-ті мен b2 көбейтілген q деп алсам, мынаны b2 деп ала берсем, ол 6-ға тең. Енді мына жерде мен b2-ні жақшансына шығарып жүрсем, ол q квадрат минус 1 болады. Ал мына жерде мен b2-ні жақшансына шығарып жүрсем, q қосылған 1 болады. Енді мен оларды өзара бөліп жіберсем, ол нешеге тең болады? 24-ті 6-ға бөлгенге тең болады. Енді сол кезде b2 мен b2 қысқарады, ал q квадрат минус 1 деген ол q минус 1, ол q плюс 1 қысқаша көбейту формасы бойынша. Себебі мына 1-дің квадраты тоже 1-ге тең. Ал мына жерде q плюс 1 деген нәрсе тұр, ол тең болып тұр бізде 4-ке. Демек, мынаны қысқаратын болса, бізде q минус 1 4-ке тең болса, q нешеге тең? Q 5-ке тең. Q 5-ке тең болатын болса, мен мына жерге әкеліп қоя салсам, b2 5 қосылған 1 менде нешеге тең еді? 6-ға тең еді ғой. Демек, b2 менде 1-ге тең. Ал b1-ім одан 5 есе аз болу керек, яғни мен 1-ді нешеге бөлуім керек? 5-ке бөлуім керек, яғни 5-тен 1-ге тең болады. Енді алғашқы үш мүшесінің қосындысын тап дейді. Үш мүшесінің қосындысын тап десе, ол b1 бар, b2 бар, b3 деп алсақ, b3 ол бізде 5-ке тең болады. Осы үшінің қосындысы 6, 6/5-тен 1, 6/2 деген жауап міне бізде 1a екен. Алғашқы төрт мүшесінің қосындысы. Алғашқы төрт мүшесінің қосындысы деген сөз, мынаған тағы 25-ті қоса салуым керек қой, себебі b4 25-ке тең. Мынаған 25-ті қоса салсам, ол 31/2 деген жауап шығады. Келесі, мына теңсіздік берілсе, ең кіші бүтін мәнін жауабы болмайтын ең үлкен бүтін мәнін тап дейді. Бірінші, біз не байқаймыз? Бірінші, түбір деген ол дәреже екенін білеміз ғой. Демек, 5-тің 2x минус 4 бөлінген 2 дәрежесі үлкен немесе тең 5-тің 2 дәрежесінен. Енді 5 деген сан бірдей болғандықтан оларды біз өзара алып тастасамыз болады. Сол кезде 2x минус 4 бөлінген 2 үлкен немесе тең 2-ден. 2-ні мұнда көбейту қылып жүрсем, 2x минус 4 үлкен 4-тен. Демек, 2x үлкен болады 8-ден, x үлкен емес тең болады 4-тен. Сонда 4-тен үлкен, бізде мынандай жауап шығып тұр. 4-тен не болу керек екен? Үлкен болу керек екен. 4 кіреді. Ең кіші бүтін мән 4-тің өзі. Ал жауап болмайтын, яғни мына жақта жатқан ең үлкен бүтін мән, ол мына жерде бізде минус 3 деген жауап жатыр. Плюс 3 деген жауап жатыр. Яғни жауап болмайтын ең үлкен бүтін мән ол бізде 3-ке тең. Келесі, мынандай шешім болса, сәйкестендіріңіз дейді. X көбейтілген y. Бірінші, мынау енді понятно, мынаған тиіспей тұрақ, мына жерді қарап жүрсек. Логарифмдер азайтылып тұрса, ол бөлу ғой. Логарифм x плюс y бөлінген x минус y тең болады логарифм 3-ке. Демек, мен мына жерде логарифмдерді алып тастасам, x плюс y бөлінген x минус y 3-ке тең болса, пропорция әдісі бойынша мұнда көбейтіле салады. Демек, x плюс y тең болады x минус 3-ті, y-ті мен 3-ке көбейтуім керек. Яғни, x плюс y ол 3x минус 3y-ке тең. Сонда x-терін бәрін бір жаққа жинайтын болсақ, мен y-ті бұлай өткізейін. Сонда 4y 2x-ке тең, значит 2y 2-ке бөліп жүрсем x-ке тең. Енді қараңдар, біз мына жерден тауып жүрсем, менде x-ім 2y-ке тең ғой, оны мен y-ке бөлетін болсам, ол 2-ке тең. Демек, мына менде 2-ның жауабы болып тұр да.
Енді келесі x көбейтілген y табу үшін мен енді есептеуім керек. Ол үшін не істеймін? X-ті 2y-пен замен жасайтын болсам, яғни мына жерде X-ті 2y-пен замен жасайтын болсам, 2y-тің квадраты қосылған y-тің квадраты менде 10-ға тең болып тұр ғой. Демек 4y квадрат қосылған y квадрат менде 10-ға тең. Сонда 5y квадрат менде нешеге тең болады? Менде 10-ға тең болады. Y квадрат менде 5-ке тең болады. 2-ке тең болады. Сонда менде не пайда болады? Y тең болады. Y тең болады плюс-минус түбір асты 2-ге. Түбір асты 2-ге. Сонда x көбейтілген y-іміз бізде мына жерде x табатын болсам, ол плюс-минус 2 түбір асты 2 ғой. Яғни 2 түбір асты 2-ні түбір асты 2-ге көбейтсем, ол менде 4 деген жауап шығады. Енді неге мен минус деген жауапты алмай жатырмын? Себебі бізде логарифмде не бар? Анықталу облысы бар. Яғни мынау бізде біріншісінің жауабы болды. Анықталу облысы бойынша қандай? X плюс y не болу керек? 0-ден үлкен болу керек. 0-ден үлкен болу үшін олар минус сан болатын болса, бізде 0-ден үлкен болмай қалады. Минус санға минус санды қойса, ол теріс сан болады. Из-за этого біз тек қана оны минусын емес, тек қана қай вариантын алады екенбіз? Плюс вариантын қана алады екенбіз. Келесі. Мынандай теңдеу берілсе, сәйкестендіріңіз дейді. Так, біз не істей аламыз? Біз бірінші былай істейік. Мынаумен мына 3-тің орнын ауыстырып жіберейік. Ауыстырып жіберсек, бізде не пайда болады? 3 lgx тең болады 18 минус 3 lgx деген нәрсе болады. Минусты мұнда мен плюсқа өткізсем болады. Яғни 3 lgx қосылған 3 lgx тең болады 18-ге. Енді 2 бірдей сан қосылып тұрса, значит 2 штугі болады, оның 2 штугі тең болады 18-ге. Ал мына 2-ні мен мұнда бөлу қойып жүрсем, 3-тің lgx дәрежесі бізде ол 9-ға тең. Ал 9 деген 3-тің квадраты. Демек 3-тің мынандай дәрежесі 3-тің квадратына тең болса, мұнау 2-ке тең. lgx тең болады 2-ке. Значит x тең болады 10-ның квадраты, яғни 100-ге тең. Енді бізде теңдеудің шешімі 100, ал теңдеу шешімінің кері мәні ол 100-ден 1 деген жауап шығады. Келесі мынандай теңдеулер жүйесін шеш дейді. Манағыдай ғой. Мына 4 дәреже ол. Мынаның квадраты, анау оның квадраты болып болса, мынау a квадрат минус b квадрат. А мен b деп алдым десем, мынаны a десем, мынаны b десем. Тең болады 32-ге, ал a плюс b менде тең болады 8-ге. Сонда a минус b мен a плюс b-ның көбейтіндісі 32-ге тең болса, мынау менде есепін берілген бойынша 8-ге тең болса, значит a минус b менде 32-ні 8-ге бөлсем 4-ге тең. Ал a плюс b есепін берілген бойынша 8-ге тең. Қосып жіберсем 2a тең болады 12-ге, a тең болады 6-ға. Ал 6-ға тең болса, 6-ға нешені қоссам 8 болады, b тең болады 2-ге. Сонда 4 дәрежелі түбір астында x тең болады 6-ға болып тұр. 4 дәрежелі түбір астында y тең болады 2-ге болып тұр. Сонда x тең болады 6-ның 4 дәрежесі. Y тең болады 2-ның 4 дәрежесі. Енді менде бірінші мынаны тап дейді. Екеуінің қатынасын тап дейді. 6-ның 4 дәрежесін 2-ның 4 дәрежесіне бөліп жіберсем, мәнін таппай қойын. Бұл 6 бөлінген 2-ның 4 дәрежесі болады. 6-ны 2-ге бөлсем неше? 3. Яғни 3-тің 4 дәрежесі. 3-тің 4 дәрежесі менде 81. Енді қараңдар. Дәл сол санның түбірге алысатын болсам, ол сонда қандай шам шығады екен? 9 шығады екен. Келесі мынандай сандар жұбының тапта қосындысымен көбейтіндісін тап дейді. Енді қараңдар. Мен 2-ның x дәрежесін дәл жаңағыдай a деп алайын. 3-тің y дәрежесі. Жоқ, олай келіспейді екен ғой. Себебі бізде ол нәрсе қайталанып тұрған жоқ. Мен не істеймін? Мен мына екеуін көбейте салайын. Яғни 2-ның x дәрежесі көбейтілген 3-тің y дәрежесі, көбейтілген 2-ның y дәрежесі, көбейтілген 3-тің x дәрежесі деп жасам, тең болады 72-ге. Енді дәрежелер бірдей ғана екеуінің. 72 көбейтілген 108-ге. Дәрежелер бірдей ғой. Демек 6-ның x дәрежесі көбейтілген, мына тоже дәрежелер бірдей, 6-ның y дәрежесі тең болады 72 көбейтілген 108. Пока тиіспей ақ қоймаған. Енді мен не істеймін? 2 бірдей сан, мыналар көбейтіліп тұрса, ол не болады? 6-ның қандай дәрежесі болады? X қосылған y дәрежесі болады. Енді 72 деген ол естерінде болатын болса, ол 36 көбейтілген 2. Ал 108 деген 36 көбейтілген 3. Сонда ол 36 көбейтілген 36, ена 2 мен 3 бізде 6. Сонда 6-ның квадраты, 6-ның квадраты и 6-ның 1 дәрежесі. Көбейту болса дәрежелер қосылатын еді ғой. Демек 6-ның 5 дәрежесі. Сонда бізде x плюс y деген 5-ке тең екен. Енді не істеймін? Мен енді бөліп жіберсем.
бөліп жіберсем, яғни 2-нің x дәрежесін 3-тің y дәрежесін бөлемін кімге? 2-нің y дәрежесі мен 3-тің x дәрежесін. Сонда мына екеуі дәрежелері бірдей болғандықтан ол 3-тен 2-нің x дәрежесі болады. Ал мына екеуі ол 2-ден 3-тің деудің орнына мен 3-тен 2-нің, яғни орындарын ауыстырып жіберіп минус y дәрежесін болады. Ал мен бөлетін болсам 108-ді кімге бөлуім керек? 72-ге бөлуім керек. Дәл жаңағыдай мыналар 36-ға қысқаратын болса, ол үсті 3 болады, асты 2 болады. Сонда бұл 3-тен 2-нің x минус y дәрежесі көбейту болғандықтан қосылады. Тең болады, мынау 3-тен 2-ні төңкеріп тастайтын болсам, 3-тен 2-нің минус 1 дәрежесі. Сонда менде x минус y деген ол минус 1-ге тең. Енді қосып жіберсем, 2x тең болады 4-ге, x тең болады 2-ге. Бұдан шығатыны y тең болады 3-ге. Енді екеуінің қосындысын тап дейді, ол 5-ге тең, екеуінің көбейтіндісін тап дейді, ол 6-ға тең. Келесі, мынаның қосындысы мән жатқан аралық тап дейді. Бұл геометриялық прогрессия, шексіз кемелі геометриялық прогрессия. Яғни көп нүкте деген сөз, ол шексіз созыла береді. Ал шексіз біз қосылатын бір-ақ термомент бар, ол геометриялық прогрессия болса ғана. Яғни бізде b1 4-тен 1-ге тең болып тұр. Ал q-ді табу үшін мен 8-ден 1-ді 4-тен 1-ге бөлуім керек. Көбейтуді, бөлуді көбейтуге айналсам, мынандай болады да, ол 2-ден 1-ге тең болады. Енді бұның формуласы b1 бөлінген 1 минус q ғой. Сонда 4-тен 1-ді кімге бөлуім керек? 1 минус 2-ден 1-ге бөлуім керек. Яғни 4-тен 1-ді мен 2-ден 1-ге бөлуім керек. Егер мынандай нәрсе қиындықты туғызып жатса, оны былай жаза саламыз. 4-тен 1-ді 2-ден 1-ге бөлемін. Бөлуді көбейтуге айналдыру үшін былай болады да, бізде 2-ден 1 деген жауап жатыр. Енді 2-ден 1 деген жауап қай жерде жатыр? 2-ден 1 деген жауап мына жерде жатыр. Ол мына жерде жатыр. Және мына жерде жатыр. Осындай 3 жауап шығады екен. Бастайды. 2-ден 1 деген жауап мына жерде жатқан жоқ. Мына жерде жатыр. Себебі мынау 2-ден 1 нөл бүтін емес қой, ол жай жақша кірмей тұр екен ғой. Келесісі, мынандай теңдеу шешім жатқан аралық тап дейді. Көп нүкте болатын болса, ол не? Шексіз кемелі геометриялық прогрессия. Яғни бізде b1, қараңдар, x 1-ден кіші дейді. b1 1-ге тең болса, бізде q x-ке тең. Себебі мынаны q-ға көбейтсем x болады, бұны q-ға көбейтсем x квадрат болады деген секілді. Сонда менде былай болып тұр ғой, 1 бөлінген 1 минус x ол 5-тен 2-ге тең. 2,5 деген 5-тен 2. Демек, мына жерден x табатын болсам, пропорция фак көбейте салам, 2 тең болады 5 минус 5x, яғни 5x тең болады 3-ге, x тең болады 0,6-ға деген жауап шыға салады. Келесі, арифметикалық прогрессияның алғашқы 7 мүшесінің қосындысы, яғни ал 10-шы мүшесі 12-ге тең болса, алғашқы мүшесімен айырымын табыңыздар дейді. Окей. Бізде алғашқы 7 мүшесі, яғни h7 бізде 42-ге тең. Ал a10 деген 12-ге тең болса, a1 мен d-ны тап дейді. Мына екеуін тапшы дейді. Біз не істей аламыз? Біз бірінші былай көрейік. h7-нің формасын жасап көрсек, a1 қосылған a7 бөлінген 2 көбейтілген 7 тең болады 42 дейді. Яғни 7 мында бөлу болып барса 6 болады, ол 2-ге өтсем 12, яғни a1 қосылған a7 ол 12-ге тең екен. Ал a1 қосылған a7 деген ол 2 еселенген a найгын қоссақ, бізде 8 a4 қой. a4 тең болады 12-ге. Сонда a4 тең болады 6-ға. a4 енді a10 деген ол a4 қосылған 6-ды. Сонда мен 6-дыны табатын болсам, a10-нан a4-ті азайтуым керек. Яғни мен 12-ден 6-ны азайтуым керек. Сол кезде бізде 6 шығады. d тең 1-ге. Енді d 1-ге тең болатын болса, a1-ді табу да қиын емес. a1 тең болады ол a4 азайтылған 3-ді. Себебі 4-тен 3-ді азайтатын болса. Яғни 6-дан азайтуым керек 3-ді тең болады 3-ге. Сонда бізде мынау 3-ге тең, мынау 1-ге тең деген жауап шығып тұр. Келесі, бірінші және екінші мүшелердің қосындысы 6 дейді. Бұл қандай прогрессия? Геометриялық прогрессия. Бірінші және екінші мүшелердің қосындысы 6 дейді. Үшінші мүшесі b3. 8-ге тең болатын геометриялық прогрессияның еселігін анықта дейді. Q-ді тап дейді бізге. Так, не істейміз? Біз мына b1, b2-ні b3 арқылы жаза аламыз ба? Иә, жаза аламыз. b1 деген ол, b3 деген жалпы былай ғой енді. Ол b1 көбейтілген q квадрат қой. Енді бұл жерден b1 табатын болсам, ол b3 бөлінген q квадрат болады. Демек, мен оны b3 бөлінген q квадрат деп жазамын. Дәл осы секілді b2-ні мен b3 бөлінген просто 1q деп аламын. Тең болады 6-ға. Сонда
бұл 3-тің орнына мен 8-ді қоя аламын, себебі ол 8-ге тең. Сонда 8 бөлінген q квадрат қосылған 8 бөлінген q тең болады 6-ға. Енді мынаның барлығын мен q квадратқа көбейтіп жіберсем, 8 қосылған 8q тең болады 6q квадрат. Жақсы, 2-ге бөліп жіберейін. Сол кезде 4 қосылған 4q тең болады 3q квадрат. Сонда 3q квадрат минус 4q минус 4 тең болады 0-ге. Сол кезде бұл дискриминантпен жазылмасам, дискриминант 16 қосылған 48 тең болады 64-ге, яғни 8-дің квадраты, әдемі сан шығады, значит, 4 плюс минус 8 бөлінген 6. Қосып жіберсем 12, 12-ні 2-ге бөлсем 2, азайтып жіберсем минус 4, демек минус 4 бөлінген 6 немесе минус 2 бөлінген 3 2-ге қысады. Сонда бізде q-дің мәні осында 2 мәнді қабылдайды екен. Осымен бізде есеп аяқталды. Осы уақытқа дейін тамашалап жатсаңдар көп рахмет. Хош, аман, сау болыңыздар.